Кайырлы күн достар, бүгін мексикано пиццасын оригинал соуспен дайындаймыз. Бұл пицца өте дәмді, барлықтарың жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, алдағы уақытта Цезарь пиццасын көрсететін болам. Енді пиццаның қамырына кірісеміз. Ұнның үстіне ашытқы мен қантты саламыз. Мен қоңыр қант, яғни қамыс қантын қолдандым. Кез келген қант қоса берсеңіздер болады. Және басқа жеріне тұз қосамыз. Үстіне жылы суды қосамыз. Оған зәйтүн майын қосып, жақсылап қамыр илейміз. 5 пиццаға қамыр илеп қойып, егер біреуін жасайтын болсаңыздар, қалған 4-еуін әрқайсысын пакетке салып, морозилникке салып қойсаңыздар болады. Қамырды илеп болғасын, ыдысқа салып, бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырамыз. Енді соус жасауды бастаймыз. Қызанақтың әрқайсысын осылай екі жерінен кесіп, үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Ашыған қамырды тағы бір илеп, 5 бөлікке бөлеміз. Әр пиццаның қамырын 280 граммнан өлшеп аламыз. Қамырды 5 бөлікке бөліп болған соң, зәйтүн майын құйып, бетін жауып, жарты сағатқа тағы да бөлме температурасында қалдырамыз. Енді 10 минуттай тұрған қызанақтың суын төгіп, қабығын аршимыз. Қабығы өте оңай алынады осылай. Қызанақтардың қабығын осылай аршып болғаннан соң, блендерге салып, жақсылап еземіз. Қызып тұрған табаға зәйтүн майын құйып, оның үстіне ұсақталған сарымсақты салып қуырамыз. Оның үстіне езілген қызанақты құйып, оған тұз, паприка және орегано салып, араластырып, суы тартылғанша қақпағын ашып қойып қайнатамыз. Достар, бұл соус 5 пиццаға арналады. Бір пиццаға бола соус дайындамайсыздар. Описанияға 2 пиццаға арналған соустың да граммдарын жазып кететін болам. Дайын соусты беті жабылған ыдысқа салып, сыртын фольгамен орап, 1 айға дейін холодильникте сақтауға болады. Мен осындай весовой орегано мен паприка үнемі қолданамын. Соустың суы тартылған соң оттың астын өшіреміз. Қызған табамызға зәйтүн майын қосып, оған пиязды салып қуырамыз. Оның үстіне фарш салып, аздап тұз сеуіп, араластырамыз. Фарш толықтай піскенше осы табада жақсылап қуырып аламыз. Енді қамыр жаюды бастаймыз. Қамырды жайып болғаннан соң, қамырдың шетін әсемдігі үшін осылай қайырсаңыздар да болады, бірақ бұл міндетті емес. Қамырдың бетіне 3 ас қасық соусты жағып, оның үстіне моцарелла сырын себеміз. Моцарелла сырын осындай комо сырмен алмастырса болады. Мүмкіндігінше моцарелла сыр себуге тырысыңыздар, және бағанағы дайын болған фаршымызды осылай сеуіп шығамыз. Бетіне қайтадан сыр себеміз. Пиццаның бетіне осындай түрлі түсті тәтті бұрыш сеуіп, қызып тұрған пеште 220 градуста 8-9 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне оливки немесе халапеньо осылай қойып шығамыз. Мінекей мексикано пиццасы дайын. Менің арнама жазылып, видео ұнаса лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар.
алдағы уақытта көп рецепттермен бөлісіп отырамын. Баршаңызға ас болсын.